Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбота. Бүгін үйде бар заттармен жасалатын өте жұмсақ, нәзік шоколадный кекстер дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге жұмыртқа, қант, сүт, ұн, какао, сұйық май, қопсытқыш керек. Жұмыртқаны терең ыдысымызға салып, миксермен шайқаймыз. Шамалы көпіре бастаған кезде үстіне қантты саламыз. Тағы да миксермен шайқаймыз. Жұмыртқа мен қант әппақ көбік болады. Сол кезде үстіне сүт және де сұйық майымызды құямыз. Олар қатты салқын болмауы керек, комнатный температурада тұрған болуы керек. Тағы да миксермен жақсылап шайқаймыз. Алдын ала өлшеніп қойған ұнның үстіне қамыр қопсытқышты саламыз, жақсылап араластырамыз. Ұнды жаңағы сұйық қоспаның үстіне салып, миксердің көмегімен толықтай шайқаймыз. Бізде сұйық қамыр шығады. Қамыр қатты қою болмайды. Какаудың үстіне 2 ас қасып ыстық суды құямыз. Толықтай араластырамыз. Жаңағы сұйық қамырымызды теңді 2-ге бөлеміз. Бір бөлігіне какауды құйып араластыратын боламыз. Формамызды алдын ала майлап қоямыз. Міндетті түрде жақсылап майлаңыздар. Майланған формаға тура видеодағыдай екі жағынан 2 ыдыстағы қамырды құятын боламыз. Пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоямыз. Қызып тұрған пеште 40 минут пісіреміз. Кекстің бетіне қалауыңызша әртүрлі дәнектер, жаңғақтар, шоколад немесе мейіз себуіңізге болады. Ол өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Мен мына жерде орех сеуіп жатырмын. Біздің кексіміз пісіп дайын болып шықты, және де толықтай суыды, ыстықтай кесуге болмайды. Суығанын күту керекпіз. Суығаннан кейін формамыздан жайлап алып кесеміз. Қараңыздар, іші қандай теп-тегіс, әп-әдемі болып піскен. Міндетті түрде осы менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Тура осылай менікіндей әп-әдемі болып шығады дегенге сенімдімін. Міндетті түрде жасап, менің видеома лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше.